ешбір нәрсе жасамау өнері дейді. Selam arkadaşlar. Бүгін студентіммен бір күнім деген блог түсіріп жатырмын. Ол маған бүгін Инстаграмға контент фото түсіріп берем деген ниетін білдірді. Мен қабыл алдым. Бүгін Қонақ деген районда газ кесеміз. Мендегі образ шалбар, кофта, плащ кидім. Плюс менің сумкам. Осымен кездесуге бара жатырмын. Görüşmek üzere. Метроға бара жатырмын қонаққа бару үшін. Қазір карточкамды тексеріп көремін, анда қанша ақша бар. Потом метроға өтеміз. Осындай студенттік карта бар. Осыны қазір тексеріп көреміз, счетта қанша бар. 95 лира бар екен. Ал бізге жетеді бұл. Студенттік карта İzmir'де 220 лира. Ең ұзын метро осы жолда. Қазір тағы біреуінен түсеміз. Қонақ деген районға барамыз, поэтому ФК3 жаққа барамыз. Кофе ішетінше, музей болып қойды. Қандай картинкалар бар, мұршықтар. Біз арғы беттен өтеміз, себебі ол жерде банаға экскаватор дейма дейді, соған барамыз. Шыққан кезде осындай көрініс. Біз қазір сағат күлесі, яғни сағат мұнарасы тарafында kesеміз деп айттық. Мына жерде қан доноры болатын кісілер қан тапсырса болады. Қызылай деп аталады. Жақындап қалдық. Короче, келе жатырмын. Сағат күлесіне келдім. Сағат мұнарасы жағындамыз. Ана жерде әкімшілік ремонт болып жатыр. Мына сағат мұнарасы. Халық өте көп. Мына жақ базар уже. Мына жақтан кірес. Мына жақтың бәрі базар. Өте үлкен. Ар жақ теңіз. Әсел мені таппай тұр. Іздеп келе жатыр. Менің қасымда да жатты осы қыздар. Комерде оқыды егеде. Көбісі осы өзімізде компаниялармен кетіп, көбісін жарты жолда тастап кетеді. То ли квартирасын тауып келмейді, то ли визасын жасатпаған. Мен ВНЖ алмай Қазақстанға қайттан барып келгенде болды да. Шығын дейсің ғой, барып келдім. Қазір өзі бір қызды білем, который визасын дұрыс жасатпаған ба сондай. Пришлось қайтадан ВНЖ алу үшін Қазақстан қайттан барып келдім. Либо страховкасын жасатпаған жоқ өкінше. Сондай сөйледі. Дәл кезеңінен ВНЖ-ның өзін жасап ал деген сияқты. ВНЖ-ның кеше бір компаниядан естідім да. Осында бір атаны жасатқан. Компания өзін ВНЖ жасат деген ғой. Сосын ол бала барғанда біреуге жасатқан 90 мың теңге. Я естідім, мен естідім. 90 мың теңге деген ужас қой, ол тегін нәрсе ғой негізінде. Жаңа менің алдымда страховка жасататындар бар ғой, ВНЖ-ның қасында. Ужасно дурачиться, кеше мен мысалы по-другому түсіп тұрмын. ВНЖ страховкамен көмектесеміз деді да. Сөйтіп бір орыс қызды кәдімгідей дурачиться жатыр, қанша деп айтқан есімде жоқ. Но короче, қараспан төндіріп жатыр. Ете алмайсың, сен оны ішесе алмайсың деп. Я нағыз жылайын деп қалды да, потом ол жігіттің артынан етіп кетіп бара жатыр да. Но на самом деле ондай қиын нәрсе емес. Просто ақша вымогать етіп қалу керек бар. Короче,
барлығы әртүрлі ғой. Біреу лақтырып кетеді, біреу жарты жолға апарады. Енді алданып жатқан қазағымыз соның ішінде де көбісі ше. Еще қазақ-қазақты алдайтын ашылғанасы. Ол да бар, иә. Мына қонақ жақтағы көпір, мына қонақ кер, короче, байлардың жүретін жері ғой. Асанжақ жаққа кетіп бара жатырмыз. Теңіздің жағасымен. Жағының жолының барлығы кафешкалар. Жүгері пісіріп жатыр. Қайнатылған и мындай пісірілген екі түрі бар. Ne kadar abi? 20 lira. Türkçe soruyor onu. 20. 20. Güzel. Bir de kaştanlar var. Kaştan. Kestane şeker. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, iyiyim. Kolay gelsin abi. Alsancаққа әдемі атмосферно. Бейтпен былай кіріп бара жатырмыз. Пешеходный дорога. Ар жағы теңіз, мына жағы кафелер. Менің әселім. Бұл Францияның консульствосы. Виза алу үшін осы жерден алынады. Мына уже халықтар сыртқа шығып, шайын ішіп ойнап жатыр. Әңгіме айтып отыр екен. Апаларымыз. Жастар жазда мына толы болады мына жерде. Гитара өлең айтпады. Алсанжақтың атақты көшесі. Мына жерге тамақ жеуге келдік. Қазір ішін көрсетеміз. Чин үсірлі тауық дегенді заказ еттік. Короче, мынандай соуспен жасалған тауық. Кори сос. Жоқ, кори сос емес. Соя сос. Соя сос. Нанымен алып келді. Салаты бар. Әселдің тамағы келеді. Кори сослы тауық ба? Мантар сосы. Мантар сослы. Тауық күйіп кетіпті, бірақ жоқ қойдың үстіне соуспен. Аспасын бірақ сонда да қарымыз ашып тұр, жемісін. Солай. Мантар сосы. Салатпен мынау нан бесплатно. Кешкі уақытта өте көп адамдар жүреді бұл көшеде. Мына кісі де жоқ. Кофе ашатын өшеді бір кісілер болады. Қалашан, иә. Қалпақ көріздеді. Ben bunu alırım ya.
Ерекше киімдердің бәрі. Вау! Надо не с одиноким, прям цвет еще шикарный. Ürünlerimiz yabancı bedeni olduğu için büyük gözüküyor ama deneyin. Denemesi lazım. Kazak çok müşterimiz. Biraz önce gittim. Talebi. Adidaslar var ama bilmiyorum. Да? Kayısıl modeli mi? Ürünlerimiz İtalya, Almanya, Avusturya ve hijyen. Rahat dolaşın. Arkanıza dolaşmıyoruz. Bu da Amerika. Evet. Deneyin. Fiyatlarımız uygun. Amerika. Burada Amerika. Kız kimde tabi olur kimde gibi. Баян. İndiyski mi? Не уйгурский. Как всегда, уголок для чаепития. Вести. Айтамда түріктердің всегда біздің кайф болатын жерлері мына жерде деймін да осындай бір Коллинстің ішінде жүрміз. 250 скидка бар екен, 1750-ге алатын болсам. Біреудің бағасын көрсете салайын. Мысалы мына куртка 800 лира екен. Сондай курткалары бар. Güzel. Ешбір нәрсе жасамау өнері дейді. Біз қазір Әселмен бірге шайға келдік, кофе шайға. Әсел, рахмет за угощение. Kazakça biliyor musunuz peki? Tupoy diyorlardı bir ama Tupoy galiba Rusçaydı değil mi? Aynen. Ya. Aptal falan demekti yani. Onu hiç kullanmayın ya. Jaksı, kalaysı. Evet evet, jaksı kalaysın. O zaman güzel, o Kazakça güzel kelimeler. Biz genelde küfür öğretildik ondan. Ama bana da Türkler otelde çalıştığımda lan kelimesini öğretmişti. Ben de müşteri gittim, merhaba lan dedim. Akerke var. Arusan var. Ahmarjan, Ruslan, evet. Arujan. Arusan. Laura vardı. Laura, aynen. Kazak isimleri. Afiyet olsun. Sağ olun.
Қонақ жақта кешкі көрініс. Үйге қайтып бара жатырмын. Қонақ жақта осындай киімдер, сумкалар сатады. Келіп алсаңыздар болады. Мына жақта кешкі көрініс.